Баршаңызға қайырлы күн. Мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге желіде хит болып жатқан таконың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментарийлер жазып кетіңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Бізге тако жасау үшін осындай тортилья лавашы керек болады. Тартылған етімізге тұз және қара бұрыш қосып, жақсылап қасықтың көмегімен араластырамыз. Енді видеода көрсеткендей тартылған етімізді лаваштың ортасына салып, қолмен жайып шығамыз. Бас кезіне салған етім көбіректеу болып кетті. Біраз алып тастадым. Етіміз тез қуырылу үшін лавашқа жұқалап жаямыз. Тапамызды плитаға қойып, сұйық май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған табаға лаваштың ет жайылған бетін төмен қаратып қуырамыз. Осылай үстінен басып қойсаңыздар болады. Етті қуырып жатқан кезде ет лаваштан бөліну мүмкін, ештеңе етпейді. Лавашты аудару қиын болса, мен сияқты бетіне бірінші тарелканы салып аударсаңыздар болады. Етіміз толықтай қуырылды, енді бетіне бургерге арналған арнайы ірімшікті саламыз. Плитаны сөндіреміз, ірімшік қуырылған еттің ыстығынан ериді. Енді көкөністерді турап дайындаймыз. Орташа жуа мен қызанақты жартылай дөңгелек қылып тураймыз, ал айсберг салатын ұсақтап турап шығамыз. Таконың соусы үшін тұз алған қиярды ұсақтап, көбіктап турап шықтым. Енді бөлек ыдысқа кетчуп, майонез, соя соусын, біраз қара бұрыш және тұздалған қиярымызды салып, жақсылап араластырамыз. Такомызды жинай бастаймыз. Табадағы лавашты үстелге қойып, үстінен алдымен соусты жағып, кейін жуа, қызанақ және айсберг салатын салып шығамыз. Лаваштың екінші жақ бетін жабамыз. Біздің сочный такомыз дайын болды. Дәмі деген тіл үйіреді. Өте дәмді, әрі лаваштың сырты қытырлақ болады. Ең бастысы, дайындалуы бар жоқ 15 минут уақыттарыңыз ғана алады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.